ұғымы тек қазақта ғана бар ағайын. Басқа ұлтта қара шаңырақ ұғымы жоқ. Неге десеңіздер, кезінде бір мемлекет болған түркі дүниесі 32-ге бөлініп, әрқайсысы өз алдына дербес мемлекет болып, әлемге тарап кеткенде қара шаңырақ қазақ даласы табылған екен. Сондықтан бүкіл түркі әлемі, түркі дүниесі Қазақстанды қара шаңырағымыз деп есептейді. Міне сондықтан да біз қара шаңырақпыз. Егер жер бетінен қазақ кететін болса, онда түркі әлемі жойылды деп есептеңіздер ағайын. Соңғы қазақтың демі шыққанша түркі дүниесі мәңгі жасайды. Алла разы болсын. Енді екі жақсылар жаңа ресми түрде сахнада тұрып, генерал-майор Мақсұт ағамыз тілегін білдіріп жатты. Енді дастархан басында ниетін тілек білдірсе деген арманымыз болып тұр. Мақсұт ағамыз күнде келе бермейді, қолымызға тие бермейді. Сондықтан Мақсұт аға, қош келдіңіз, тұра беріңіз өзіңіз барып қасыңызға. Рахмет, құрметті туыстар, ағайындар, халқымыз, отандастарымыз, сіздердің барлықтарыңызға бүгінгі Болат Кеңесбекұлы мен Айбарыстың беріп жатқан бабаларыңызға астары қабыл болсын. Бәріміздің ниеттеріміздің бәрі сол Алла тағаланың бұйрығымен біздің ұрпақтарымызға, халқымызға, отанымызға, барлық қазақстандықтарға, бүкіл жер шарында жүрген біздің ағайындарға жұғысты болсын, берекелі болсын, мәңгілік бейбітшілік болсын, туыстығымыз бен отанымыз дамып өркендей берсін, Қазақстанымыз жасасын. Ал енді құрметті ағайындар, сіздердің алдарыңызда бүгін мен бір бауырларымызбен, бүгін Ғали бауырымызбен, Қанат бауырымызбен, Исламмен бірге, Нұрлан бауырымызбен бірге келе жатып, ақылдасып жол бойында сіздерге бауырларымызбен бірге ұсыныс жасайық деп отырмыз. Біздің осындай қасиетті Болат Кеңесбекұлы сияқты, және де Бауыржан Кеңесбекұлы сияқты, басқа да көптеген біздің меценаттар халыққа осындай ас беріп, ата-бабаларымызды еске алып, бізге жақсылық жасап жатқан бауырларымыздың бәріне рахмет айта отырып, біздің ұсынысымыз, жаңағы айтқан ұсынысымыз мынай. Біздің Найман елі жаңа біздің Камал ағамыз айтпақшы, біз қазақтар рудан құраламыз, бөлінбейміз. Біз ең бастысы сол қазақ халқының береке бірлігін нығаю үшін Наймандардың қосқан Қылышты атамыздың бабаларының, Кетмұқа бабамыздың бабаларымыздың ұрпақтарын сіңірген еңбектері орасан зор. Ал енді сол еңбектерін тек қана сол күйінде қалдырып қойсақ, біз дамымаймыз, өркендемейміз. Ал енді біздің соның қазақ халқының өркендеуі үшін Найман елінің, Қылышты бабамыздың ұрпақтары, Кетмұқа бабамыздың ұрпақтары, осы барлық осында жиналып отырған қазақтың барлық елінің, руларының, өкілдерінің атынан барлығымыздың дамуымызға, өркендеуіміз үшін бізге осы Найман елінің ақсақалдар қауымдастығы болу керек. Екіншіден, ол ақсақалдар қауымдастығына мен қоса кеңесі, Найман елінің кеңесі. Ол дейтін кеңесі дегеніміз, сол кеңесте біз көптеген тарихи, саяси, мәдениетті көптеген шешімдер қабылдау үшін келісіп, соған біз кеңес құруымыз керек. Ол қазірдегі біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай, парламентті өзгерту керек деген сияқты ұсыныстарымен қоса, біздің осы еліміз бен жерімізде ағайындарының ортасында біздің келісім жасайтын, барлық маңызды мәселелерді қарайтын, және де шешім қабылдап, соны ұсынысты халыққа жеткізетін, береке бірлігімізді нығайтатын бір ұйым керек. Ол ұйымды сіздер өздеріңіз бәріңіз ұсыныс жасап, соны өздеріңіз ары қарай дамытып өркендетуге көмек бересіздер деп сенеміз. Ал енді тағы бір айтып кететін жағдай, құрметті туыстар, бүгін Болат Кеңесбекұлы, Айбарыс бауырым, келініміз айналайын. Бұл жерде жиналып отырған Асылханымызбен біздің бұл жердегі абзалымыз
жаңағы Ғани мен Қанат Исламмен бірге, Нұрланмен бірге біздің мына жерде отырған Камал ағамызбен ақылдасып, біз сіздерге жақсы жаңалық айтайық деп отырмыз. Биыл осы жазда, жақын арада біздің осы Молдабеков Жақсылық атамызға Өзбекстанның ғылым академиясының академик атағын берді. Нұрланымыз қайда? Аға орныңыздан бір тұрып қойыш. Қошамет ағайын. Міне Нұрланымыз, жаңағы елтаңбаны біздің жасаған сол Нұрланымыздың әкесі сол жас кезінде Москвада диссертация қорғап, кибернетиканы дамытып, Кеңестер одағында көптеген еңбек сіңірген сол Нұрланымыздың әкесі Жақсылық ағамыздың атағын құрметтеп, біз қошеметтеп қояйық. Құттықтаймыз сізді бәрін. Қошемет ағайын, қошемет. Ал енді Нұрланымыз, ол сіздің әкеңіздің ғана емес, бүкіл біздің міне осы наймандарымыздың, қазақ халқының жетістігі деп санаймыз. Сондықтан сіздің осындай жақсы хабарыңызға сізге рахмет айтамыз. Сосын жаңа біздің Болат Кеңесбекұлы мен Айбар бауырымыздың беріп жатқан астында маған жапқан шапанын, мен көптеген шапан киіп жүрмін ғой. Енді осы жаңа біздің академиктің ұрпағына және де соның еңбек сіңіріп жүрген елтаңба жасаған азаматтың иығына жабайық. Деге жақсылар. Міне ата көрген Молшанор, ана көрген Томшыр. Айналайындар. Мынау халықтың алдында айтарым осы міне. Ал енді қарап келе ғой. Кигіз ағамға. Ай, бәрекелді. Қошемет ағайын. Мынау біздің Асылхан мен Болат Кеңесбекұлымен келісіп, осы біздің Айбарымызбен жұмысты болсын деп. Айбарымыз академик сияқты атағы саған берсін. Жасамаған жасы саған берсін. Жаңа айтып кеттім мен Қасым-Жомарт Кемелұлымен ұсыныс жасады ғой көптеген халық үшін. Соғыстың жолы берсін. Бақытты, байқуатты болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш, берекелі мақтау болсын. Жақсыларға қарап өз, жақсыларға қарап білім ал, жақсыларға өмір ал. Жесіздерге жете бер, сіздерге бәрі жақсыларға тілейміз. Ал енді сізге енді құрметпен мамын. Айналайын. Мынау өзбек бауырларымызға рахмет. Өзбекстаннан келген біздің туыстарымызға рахмет. Осындай қазақтың осы Шымкенттің өңірінде туып өскен азаматты құрметтеп, ұмытпай академик атағын бергені осы біздің Нұрланымызбен бірге келіп, халықтың алдында оқыған мектебінде жерінде сол академик атағымен куәлігін бәрін тапсырып, құрметтеп, сіздерге жақсылық деді. Қазақстан халқы гүлденіп осындай ғылымы мен білімі дами берсін деді. Соны құрметтейік. Ал енді тағы бір айтып кететін жағдай, мына жаңа Ғани бауырымыз Шәмекелұлы мен Қанат Ислам Нұрлан бауырымыз еді. Нұрлан бауырымызбен бірге бәріміз келгенде, осы біздің бауырларымыздың сіздердің болашақтарыңыз бен ұрпақтарымыздың дамуымен береке бірлігі нығаю туралы әңгіме үшін болды. Сол әңгімелеріміздің бәрі жүзеге асып, сіздердің қуанышты күндеріңізді, мейрамдарыңызды көргіміз келіп, жақсы мен бақытта бірге кездесейік. Болған елдің азаматтары бірін-бірі бақыр дейді. Болған елдің жігіттері бірін-бірі әпше дейді, апай дейді. Сондықтан Нұрлан ағамның бір алғыс сөзін естейік. Аға, қас дерек Камал ағама. Нұрлан ағамның бір тілегін. Құрметті қауым қабылданайық. Мақсұт өте көп білім алған. Жақсы. Мақсұтқа деген. Мақсұт, жақсы. Құрметті қауым, бағана мен Мақсұт Нұриманов бауырын Қазақстанда білесен үтіп кетті. Мақсұт Нұриманов бауыр Совет одағының ең соңғы батыры. Мақсұт Нұриманов
ең соңғы Совет одағының батыры атағын алған адам. Ең соңғы. Қошемет қайда? Неге алтын сұрақ туады ғой? Исі мұсылманды үшін кеудесін оққа төсеген адам. Қарабақты қолғақты алған. Осы кісі ай мәндарды. Қарабақтағы ерлігі үшін халық Совет одағын алған. Қазақстанда бұндай адам жоқ. Бүткіл мұсылманның ішінде бұндай адам жоқ. Қошылдан, сен бақытты адамсың. Сен сондай адамның, сондай азаматтың қолынан киген шапанын кидің. Сен ана соңынан берген 5 қылысының бірлігі осы тиіссін zaman. Осыны айтайын деп қабылдамау. Жаңа елдің мақсат аузынан қарындым. Мен бүгінгі сөзде кейгі қалқымай айтатын адам. Өзім тіле бар. Енді қандай нәрсе бар. Бүкіл қазақтың бүкіл найманның басасын қосатын үйім құрылса, соның төрағасы сенсің. Төрағасы бұлардың сенсің. Қалай емесің? Құрметті наймандар, қалай емесің? Көптен көмемесің. Осы үйімнің, осы басымызды әйтпесе найман қазір екіге қат бөлініп кетті. Осының басын қосатын жауын сенсің, төраға боласың. Басқа сөз қабылданбайды. Ой қалған әңгіме екеуі шекер сөйлесеміз. Бұлар рахмет. Ағалар, бауырлар, туысқандар, үлкен рахмет. Бүгін мен мына жағдайды күнінен мақсаттағанмен басымды көкке жеткіздіріп, үлкен бір қуанышқа бөліп тастады. Иә, биыл өте бір керемет біздің отбасымыз емес. Мен тек қана өзімді отбасында деген тұғымын. Бірақ Аманғазаға маған осы жағдайды айтты. Аманғаза ол сенің отбасының қуанышы емес. Ол біздің отбасымыздың, бәріміздің отбасымыздың. Қазақстанда академик қатарының тағы бір академик қосылдық. Сондай бір өзінің бір қуанышы хабарын айтты. Аманғазаның маған. Алматыда жатқан кезінде, осында жатқан кезінде. Айналайын нұрға мен бір пенсиямда ардағымды бір пенсиясын бердім. Ағам осында отырған Аманғазаға өмір тұрғанша тұрмыз. Одан кейін мынау енді мақсаттағы сіздерді керемет. Мынау мені осылай бір қуанышқа бөледіңіз, осылай бір құрметке бөледіңіз. Ағаңызда ағам туралы үшін ол тек дүние ғой. Менің әкем марқұм Ташкент қаласындағы наркоз институтының экономика кабинет кафедрасы, зат кафедрасы бар. Доктор экономист, мынау профессор болды. 46 жасында өмірден өтті. Кандидатскийді, докторскийді Москвада орнады. Соның арқасында міне Өзбекстанның егемендігінің 34 жылдығына арадан 37 жыл өткеннен кейін өздері келіп елге келіп академик атағын беріп кетті. Және Мақсат айтқандай дипломын, алтын төсбелгісін, соның куәліктерін мен сол жүрек жатында Мақсат айтқан тұғын бүгін мына жерде елеп өзен жатқан шапанды маған жауап жатыр. Аға, мынау өмір тұрған жоқ тұрыңыз. Болатпен бірге айбашып жүрген сіздерге келісіп қалды. Рұқсат алып келеді. Рахмет. Бөге, мынау әкемнің кітаптары мен монографиялары шықты. Құда қаласа мына Айбас баламызға сол атасының өмірінің жолы берсін, атағын берсін. Құда қаласа мынау қазақтың жақсы бір академигі болсын, мен әкемнің кітаптарынан сізге жіберемін. Құда қаласа үйге бір көргенін қоясыздар, олар бір сый. Мына сіздерге үлкен рахмет аға. Құрметті қалайық, сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Тағы бір айтып кететін жағдай, ағаларымыз енді кішкене қаттырақ айтады. Ана жарлық, ол құпия жарлықтың жарияланған. Мен Қарабақ соғысында бірнеше жарақат алып сол жерде біздің түркімізге халықтарды қорғағанбыз. Иә. Ал енді тағы айтып кететін жағдай, мен ешқашан сіздердің шешімдеріңізді бұзбайтын адаммын. Бізде президентіміз бар, ол біздің жаңағы сабыр қадырұлы қайда бауырымыз. Айы, ол кісі өзінің міндетін атқара береді, ал біз тек қана сол бауырымызға көмектесіп, сіздермен бірге өркендетіп, халқымыздың бақытты, бай қуатты болып,
Қазақстанымыздың береке бірлігін нығайтуға үлесімізді қосамыз. Рахмет сіздерге. Амандық есебін басында жақсы.